Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін миллиардерлердің 6 әдетін айтатын боламын. Соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Технология дәуірінде атақ абыройы 6 ғұрыпқа тараған Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс сияқты миллиардерлер жұмыс уақытынан немен айналысады? Сізге қызық па? Жетістікке жолында әйгілі кәсіпкерлердің қандай әдеттерді үйренеміз? Шетелдік бақ таратқан ақпараттарға назар салсақ, бұл тұлғалар бір күндік жоспарының бір бөлігін мынадай әрекеттерге арнайды екен. Ең бірінші, жұмысқа қатысы жоқ кітап оқу. Болашағына бейжай қарамайтын кез келген адам кітап оқуды әдетке айналдырады. Көп кітап оқу адамның түсінісе білуге үйретеді. Америкалық әйгілі кәсіпкер инженер Илон Маск Rolling Stone журналына берген сұхбатында мені кітап тәрбиеледі. Бірінші кезекте кітап, содан кейін ғана ата-анам деген екен. Илон Маск қолы қалт еткенде ғылыми фантастика мен биографиялық шығармаларды оқығанды жақсы көреді екен. Екінші әдет ол қорқынышты жеңу. Қорқыныш пен даму. Бұл екеуі ешқашан қатар жүрмейді. Екеуінің біреуі құрбан ету керек. Сонда адам таңдауына қарай не жетістікке қол жеткізеді, не керісінше құлдырай түседі. Әйгілі миллиардерлер жүрегі дауаламайтын, үрейленетін әрекеттерге өз-өзін итермелейді екен. Бұл бойдағы қорқынышты жеңудің ұтымды тәсілі. Марк Цукерберг бірнеше жыл бойы патохана тілін үйренуге күш салып, нәтижесінде қазіргі уақытта сол мақсатына жеткен. Қиын әрі өзі үшін жаңалық болған бұл тілді үйрену үшін Цукерберг өзін қинап, іштей сабырға шақырып отырған екен. Үшінші әдет ол спортпен шұғылдану. Том Корри есімді жазушы «Бай адамдардың әдеттері» атты кітабын жазу үшін 5 жыл бойы байлардың бір күндік жоспарын қадағалаған екен. Зерттей келе барлығы физикалық жаттығу жасауға арнайы уақыт бөлетіні байқалған. Корридің зерттеуі бойынша күнделікті жүгіріп, жүріп, жаттығу жасаған адамдардың зияткерлік көрсеткіші жоғары, өз-өзіне сенімді, физикалық күш-қуаты мықты болған. Миллиардерлер әр таңды спортқа арнайды. Қаншалықты жұмыс басты болса да күндік жоспарларының бірінші кезегінде жаттығу жасауды қояды. Жетістікке жетем десеңіз, спортқа да көңіл бөлуді ұмытпаңыз. Келесі әдет ол мұқтаж жанға қол ұшын созу. 2010 жылы Билл Гейтс пен оның жары Мелитина және белгілі миллиардер Уоррен Баффет қайырымдылыққа ант деген атаумен филантропиялық науқан бастады. Талап бойынша қайырымдылыққа негізделген акцияға қатысушылар тұлғалар жеке капиталының тең жартысын ортақ қорға аударады. Бұл қайырымдылықтың мақсаты кедейлікпен күресу және денсаулық сақтау саласын ілгерілету. Қайырымдылық тек қаражаты мол қалталардың ғана атқаруға тиісті міндет емес. Кез келгеніміз қолымыздан келгенімізше, жағдайымыздың жеткенше мұқтаж жанға қол ұшын созуға міндеттіміз. 100 адам әлемді кедейлікте құтқара алады екен. Келесі әдет ол күнделікті күрес жүргізу. Белгілі баскетболшы Майкл Джордан бір сұхбатында мен тек жеңу үшін ойнаймын. Мейлі жаттығу кезінде болсын, матч кезінде болсын, бірінші болуды көздеймін депті. Расында, әрдайым алда болуды алға мақсат қою керек. Сонда ғана өзіңе деген сенім пайда болады. Және ол күн өткен сайын арта түседі. Келесі әдет ол серуендеу. Американың психологиялық ассоциациясы жүргізген зерттеу жұмысына көрсеткіштер таза ауада серуендеу адамның ерекше болуына көмегін тигізетінін, кезіккен кедергіні тез шешуге қабілетті болатынын көрсетті. Тәжірибелі басшылар іскерлік кездесуді таза ауада серуендеп жүргізеді. Олардың арасында Марк Цукерберг те бар. Ал бұл тәсілдің артықшылығы жайлы Virgin Group компаниясының негізін қалаушы Ричард Брэнсон өз блогында жазыпты. Бұл бірден іске кірісіп кетіп, шешім қабылдаудың, келіссөз жасаудың ұтымды әрі жылдам тәсілі деп ойлаймын. Таза ауада өзіңді жайлы сезінесің, табиғаттан қуат алып, өзіңді энергиямен байыта түсесің депті. Сол себепті 24/7 телефонды телміре беруді доғарып, арасында таза ауаға, алға қойған мақсаттарыңыз жайлы, жоспарларыңыз жайлы жиі ойланыңыз. Ашық аспанның астында таза ауамен тыныстап, болашақтың іргесін тас қылып қалап алыңыз. Егер осындай видеолар сізге ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сізде осы миллиардерлердің қай қасиеті бар екен? Комментарийға өз ойыңызды жаза кетіңіз.